Саламатсыздар ма? Видеоға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен нәрестелерде ең жиі кездесетін бөртпелер туралы айтатын боламын. Жалпы біз патронажға барған кезде аналардың ең жиі айтатын шағымдарының бірі ол бала денесіндегі бөртпелерге шағымданады. Ол кей кезде норма, ол кей кезде патологиялық сыйыптар болуы мүмкін. Яғни физиологиялық жағдайда біз ешқандай лечение бермейміз балаға. Сонымен қоса патронажға қысқаша тоқталатын болсам, патронажға барған кезде ең жиі айтылатын шағымдардың ең бірінші сол баладағы сарғаю. Сарғаюдың өзін білесіздер, физиологиялық және патологиялық сарғаю бар. Оны біз шыққан уақытына қарай ажыратамыз. Одан кейін сарғаюдың бала денесіне таралу деңгейіне қарай оның өзінің степендері болады. Кей кезде лечение қажет, ал кей кезде емдеуді қажет етпейді, тек қана бақылаймыз, иә. Одан кейін келесі шағымдардың бірі ол баладағы коликаның болуы және баланың мазасыздануы, себепсіз жылауы осы коликаға байланысты болады. Одан кейін ол көбінесе баладағы кишечниктегі әлі микрофлораның қалыптаспағанына байланысты болады. Одан кейін үшіншісі ол баладағы запорға шағымданады. Негізі нәрестелерде запор болмайды. Бұл нәрестелерде дисхезия деп айтылады. Алғашқы 9 айға дейін кишечниктардың перистальтикасының әлі дұрыс дамымағанына байланысты балада үлкен дәретке бару қиын болады. Оны біз дисхезия деп айтамыз. Одан кейін төртіншісі ол баланың тамақтануына байланысты, емуіне байланысты. Мысалы, бала ауа жұтып қояды, немесе емуден бас тартады, немесе кей кезде қарны тоймайды деген сияқты шағымдар айтады. Кей кезде балаға смес беру керек болады. Мысалы, баланың салмағына қарай есептеп береміз, сол кезде қандай смес беру керек балаға жеке таңдалады, иә. Ал кей кезде баланы тек қана анасына жаңа дұрыс емізу техникасын ғана үйрету қажет болады. Одан кейін бесінші шағымы бұл жаңа айтқандар сыйыптар. Осы видеода мен негізгі ең жиі кездесетін сыйыптарға тоқталатын боламын. Жалпы ВОП практикасында 95-98% жағдайда бұл сыйыптарды сіз міндетті түрде көретін боласыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыз. Ең біріншісі келетін болсақ, ол нәрестелік безеу, неонатальный цефалитический пустулез деп айтылады тағы медициналық түрде, иә. Ал былайша айтатын болсақ, ол қарапайым акне. Бұл нәрестелерде болатын түрі. Негізі, мысалы, біз подростықтарда мысалы бізде шығып бастайды ғой, иә, акне. Оның негізгі себебі патогенезге келетін болсақ, жыныс гормондарының функциясының күшеюіне байланысты олар май бездерінің жұмысын күшейтеді, май бездеріне әсер етеді, және ол май бездері өте көп май бөліп бастайды, және мынау тері түтіктерінен майдың толықтай шықпай қалады. Біріншіден, оны біз жиналып қалады, оны біз комедон деп айтамыз. Сонымен қоса ол май көбейгеннен кейін ол бактерияларға қолайлы орта болып есептелінеді, және сол жерде бактерия көбейіп воспаление тудырып, қызарып, қарапайым акне пайда болады. Ал нәрестелерде акненің пайда болуының себебі ол бала анасының ішінде жатқан кезде қан арқылы анасының жыныс гормондары қан арқылы баланың денесіне өтеді, және сол бала туылғаннан кейін сол гормондар балада акнені тудырады, яғни май бездерінің дәл жаңа айтқандай жұмысын күшейтеді. Негізі алғашқы апталардан бастап, алғашқы екінші аптасынан бастап уже шыға бастайды, және бұл балада ешқандай мазаламайды баланы. Одан кейін ол өздігінен кетеді. Негізінен бала 3-4 ай болған кезде олар өздігінен толықтай жоғалып кетеді. Енді оның белгілеріне келетін болсақ, комедон папула пустула түрінде көрінеді, және орналасуы баланың бетінде, шекесінде, және иегінде және маңдайында орналасқан болады. Не істеуге болмайды? Безеуді сығуға болмайды, себебі безеуді сығатын болса, ол жерде ертең тыртық қалып кетеді, кетпей қою мүмкін. Одан кейін спирт, йод, зеленка сияқты леченияның мүлдем қажет жоқ. Одан кейін майлы кремдер және май жағудың қажет жоқ. Бұл майлы кремдер, май жағу, наоборот, акненің шығуын көбейтіп жібереді. Одан кейін антибактериальный маздарды өз бетінше қолданудың қажет жоқ. Тек қана врачтың тағайындауымен керек кезде ғана тағайындалады. Анаға қатаң диета ұстау қажет емес, және емі, себебі ешқандай тамақтануға, ананың тамақтануына, баланың тамақтануына бұл сыйыптың мүлдем қатысы жоқ. Сондықтан ешқандай диета ұсынбаймыз. Еміне келетін болсақ, көп жағдайда ем қажет емес. Бала 3-4 ай болған кезде бұл безеу өздігінен толықтай кетіп қалады. Егер безеу өте көп болса, онда жергілікті лечение тағайындалады. Мен мына жерге
жазылмай кетіпті. Негізі основной лечениелер ол клиндамицин немесе эритромицин немесе базирон сияқты местный лечение тағайындалады. Оны тек қана врачтың тағайындауымен қолдану қажет. Одан кейін келесі тер бөртпе немесе ыстықтық деп айтады, иә. Бұл бізде тері бездерінің түтіктерінің бітелуі. Механизмына келетін болсақ, бала өте қатты терлейді. Терлеген кезде, мысалы, баланы бізде әсіресе нәрестелерді өте қалың киіндіріп қояды, ауырып қалады деп, мысалы, жаздың өзінде өте қалың киіндіріп қояды. Немесе бала көп қимылдайды, мысалы, жатқан жерінде көп қимылдайды, ол жүрмегендіктен тек қана бір жерде жата бергеннен кейін көп терлеуі мүмкін. Немесе мысалы, температурасы жоғарылап бала терлеуі мүмкін, иә. Көп сол бала жиі ауырады ғой, сол кезде терлеуі мүмкін. Сол кезде мына нәрестелерде тері бездерінің түтіктері әлі толықтай дамымаған болады, яғни мына бөлініп жатқан терінің барлығын сыртқа шығару функциясы нашарлау болады. Сондықтан мына бөлініп жатқан терінің барлығы сыртқа шықпай, сол түтіктерде жиналып қалады, былайша айтқанда тері жиналып қалады және ол түтіктер бітеліп қалады. Оның бірнеше түрлері бар. Мысалы, енді легкий түрде деп айтамыз, иә. Қызыл тер бөртпе деп айтылады. Одан кейін тереңдеу болса, ол кристалды тер бөртпе. Одан кейін ол жерге екіншілік инфекция, сол жиналып тұрған терге екіншілік инфекция түсетін бактерия қосылатын болса, онда іріңді тер бөртпе деп айтамыз. Медикаментозный лечение именно осы іріңді тер бөртпе кезінде ғана керек. Ал мына екі жағдайда біз медикаментозный, яғни дәрімен емдеудің қажеті жоқ. Орналасу негізінен мойын, арқа, кеуде, тер қатпарлары және баста болады. Мысалы, баланың жатуына байланысты именно арқасында және мына мойын постоянно былай жабылып тұрады ғой. Мысалы, баланың салмағы көп болса, әсіресе, иә, ауа жетпей сол жерлерге, сол кезде өте көп шығады. Енді негізгі себептер ол бөлменің ыстық болуы, одан кейін баланың ұзақ уақыт терлеуі. Мысалы, бала бір рет терлейді ғой, сол кезде шомылдырмай сол бойынша жата беретін болса, онда ол тер бөртпе шығып кетеді. Одан кейін қалың және ыстық синтетикалық киім кигізу балаға, баланы өте қымтап қою және баланың дене қызуы көтерілген кезде баланың терлеуі осылар себеп болады. Лечениесіне келетін болсақ, ең біріншісі ол баланы жеңіл киіндіру. Ең бірінші былай жасаймыз: баланы бірінші шомылдырып аламыз. Шомылдырғаннан кейін ешқандай денесіне май, мысалы, нәрестелерде бізде май жағып тастайды ғой денесіне, сол майды мүлдем жақпау қажет, біріншіден. Екіншіден, баланы өте жұқа киіндіреміз. Егер мүмкіндік бар болса, ауалы ванна деп айтады ғой, баланы тек қана шешіндіріп жатқызып қоямыз бірнеше уақытқа. Одан кейін табиғи матадан жасалған киімдер кигіземіз және эмолент қолдануға болады. Тер бөртпеде көбінесе лечение, дәрі, медикаментозный лечение қажет емес, тек қана бактериальный инфекция қосылған кезде ғана медикаментозный лечение тағайындаймыз. Енді осы жерде тер бөртпе, мысалы, иә, осының именно жаңа қатпарлы жерлерде болатын түрі болса, оны біз апрелский деп айтады. Ол кезде де лечение дәл осылай жүреді. Енді келесі ол үшінші бөртпенің түрі, бұл жөргектік дерматит немесе пеленочный дерматит деп айтады, иә. Бұл жөргек аймағындағы терінің қабынуы. Негізгі себебіне келетін болсақ, жөргекті ұзақ уақыт ауыстырмау, баланың іш өтуі кезінде және бала антибиотиктер қабылдау кезінде қосымша іш өту болуы мүмкін, иә. Одан кейін ең негізгі себебі, бала үлкен дәретке барған кезде, сол үлкен дәретімен жаңағы жөргекте, памперсе, былайша айтқанда, сонда ұзақ уақыт жатып қалса, балада пеленочный дерматит болады. Оның орналасу аймағы жамбас, жыныс мүшелері, санның ішкі жағы және іштің төменгі бөліктері. Мысалы, мына жерде баланың бүкіл жаңа артқы жағына дейін шығып кеткен пеленочный дерматит. Патогенезіне келетін болсақ, ылғал және ыстық зәр және нәжіс, соның әсерінен тері жұмсарады, терінің қорғаныш қабаты бұзылады, теріні раздражение береді, тітіркендіреді және нәжістегі ферменттер қабыну туғызады. Сонымен қоса, ол жерге екіншілік инфекция қосылады. Кандида, стафилококк, стрептококк. Ең жиі қосылатын инфекция бұл кандида инфекциясы. Негізі бұның екі түрі бар. Енді басталған кезде ол қарапайым жөргекті дерматитпен басталады. Ол кезде тек қана қызарып тұрады. Мынау уже асқынған түрі. Кішкене ғана қызарып, раздраженный болып тұрады тері. Мына жөргек памперс шешкен кезде шап қатпарлары қатты ол жерде зақымдалмаған болады. Емі баланы жиі жуындыру. Одан кейін жөргекті, мысалы, бала дәретке барады ғой, сол кезде жөргекті сразу ауыстырып тастау керек. Әсіресе үлкен дәретке барған кезде мүлдем баланы 1 минутта қалдырмау керек памперсте. Одан кейін баланы 4-5 сағат бойы жөргексіз жатқызу және цинк жақпа майын жағу керек. Негізі, мысалы, балада
шешіндірген кезде, егер сіз патронажға барған кезде балада осы пеленочный дерматит көретін болсаңыз, ең бірінші ұсынамыз біз баланы жуындыру, тек қана суға жуындырады. Одан кейін ешқандай магазиннің жаңа салфеткалары бар ғой, влажный салфетка, соларды қолдануға алып тастаймыз. Толықтай тек қана баланы таза сумен, ағынды сумен жуындыруды ұсынамыз. Одан кейін артынан сразу құрғатып баланы ешқандай памперсіз киіндірмей жатқызып қоямыз. Ол құрғау керек, иә. Одан кейін сол жерге цинк жақпамай жағып, одан кейін түнге қарай ғана памперс кигізуді ұсынамыз и таңертең шешіп тастауды. Сол кезде 2 күнде уже толықтай жазылады. Бұл балада өте қатты раздражение беріп, бала әсіресе жаңағы раздраженный болып тұрған кезде, мысалы, тері бала тағы мысалы памперс жатқан кезде кіші туалетке баратын болса, ол қатты ашу сезім беріп баланы мазасыздандырады. Одан кейін ол жерде асқынып кететін болса, инфекция қосылса, кандидозды жөргекті дерматит деп айтамыз. Оның белгілері шат қатпарлары барлығы қызарып кетеді және папула көпіршік түрінде болады. Мынау уже сол асқынып кеткен, қатты қызарып кеткен түрі. Бұл кезде біз медикаментозный лечение міндетті түрде қажет. Клотримазол 1%-тікті күніне 2 реттен кемінде 14 күн бойы үзбей қолдану қажет болады. Одан кейін мына айтқан леченияның барлығын жасайды. Ал мынау тек қана қосымша лечения. Жалпы ең жиі kesетін бөртпелер 3 бөртпені айттым. Егер сізге қызық болатын болса, тағы комментке жалғасын күтемін деп жазсаңыз, қалған бөртпелер бойынша да видео түсіретін боламын. Ал негізі ВОП болып жұмысқа кіруді жоспарлап жүрген болсаңыз, менде ВОП жұмысы курсы бар. Ол жерде біз ВОПтарға документацияны, нозологияны және үйрететін боламын. Яғни документация дегенде бұл жерде КМИС, приказ, документтерді дұрыс толтыру, солардың барлығы көрсетіледі. Ал нозология бөлімінде ВОП практикасына келетін 95% аурудың барлығы ат иду айтылады. Мысалы, мына жерде біз тек қана қысқа тоқталдық, иә. Ал ол жерде нозология бөлімінде біз ауруды айтқан кезде анатомия, физиология, гистология, патофизиям бастап, фармакологиясына дейін, протоколға дейін, дайын лечения дозаларға дейін тоқталатын боламыз. Сонымен қоса бізде бонустар беріледі. Бонустарға дайын ем схемасы кітапшасы және шаблондар берілетін болады. Бұл жерде аурулар барлығы жүйеге бөлінген. Тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі. Мына жерде нәрестелер патологиясы деген бөлім бар. Мысалы, патронаж қалай жасалады, физиологиялық жаңағы сарғаюлар, колика, мысалы, дисхезия деген сияқты бүкіл патологиялардың барлығы осы жерде талданады бізде. Одан кейін фармакология, дәрілер, анализдер талдау деген бөлім бар. Одан кейін тірек қимыл жүйесі, қан түзу жүйесі, гематология деген сияқты барлық жүйеге жеке тоқталатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Курсқа тіркелу үшін мен осы видеоның астында описаниеда анкета қалдырамын. Сол анкетаны толтырғандарға ВОП жұмысына новый поток ашылған кезде, тіркелу ашылған кезде толықтай хабарласып, сол анкета толтырғандарға хабарласып, курс туралы толықтай информация беретін боламыз. Назарларыңызға рахмет.